9-шы дәріс журналистерді қалай манипуляциялайды және журналистер қалай манипуляция жасайды. Журналистика қоғамдағы ақпарат алмасудың негізгі арнасы. Ақпараттың күші өте жоғары болғандықтан бұл салада манипуляция жиі кездеседі. Жалпы манипуляцияны екі бағытта қарастырамыз. Біріншіден, журналистикаға әсер ету, екіншіден, журналистің аудиторияға әсер етуі. Журналистерді манипуляциялаудың мақсаттары. Журналистерді манипуляциялау көбінесе мүдделі топтар тарапынан жасалады. Оның негізгі мақсаттары қоғамдық пікірді белгілі бағытқа бұру, белгілі тұлғаға немесе ұйымға жағымды образ қалыптастыру, сын пікірлерді әсер ету немесе тоқтату. Саяси және экономикалық мүдделерді қорғау, қоғам назарын басқа мәселеге бұру. Журналистерді манипуляциялау тәсілдері. Ақпаратты іріктеп беру, тек тиімді деректерді көрсету, ал қолайсыз ақпаратты жасыру. Сонымен қатар эксклюзив арқылы баурау, сирек немесе жабық ақпаратқа арнайы қолжетімділік беру. Сыйлықтар, демеушілік сапарлар, корпоративті сыйақылар, қысым көрсету, қорқыту, сотқа тарту қаупі, жалған немесе бұрмаланған ақпарат тарату. Жасырын манипуляциялық әдістер, спин-докторинг, ақпараттық күн тәртібін басқару, көп дереккөзден бірдей ақпарат тарату. Журналистердің өздері жасайтын манипуляциялар. Тақырыпты асырып, сенсация жасау, маңызды деректерді алып тастау арқылы оқиғаның мәнін өзгерту. Бір жақты пікір беру, тек бір тарапты сөйлету. Фактілерді контекстен жылу, статистиканы қате қолдану, камера бұрышы, монтаж, дыбысты өзгерту арқылы аудитория эмоциясына әсер ету. Манипулятивті контент жасаудың әдістері. Оқиға хронологиясын өзгерту, фактілердің ретін ауыстыру, балама пікірлерді тең бермеу немесе мүлде қоспау, назарды қажетті детальға аудару, ал басқасын жасыру. Этикалық нормалар және олардың бұзылуы. Журналист этикасының негізгі талаптары. Фактілерді тексеру, екі тарапты тең көрсету, дереккөздерді ашық көрсету, жеке пікірді материалдан бөлу, манипуляциядан бас тарту.